Армысыздар, құрметті достар, бұл Некролтай YouTube арнасы. Менің атым Гази Сабишев. Бүгінгі қонағымыз Айгерім Есенали, саясаттанушы және пиар маманы. Сәлеметсіз бе? Айгерім, сіз өзіңізді пиар маман деп санайсыз. Пиар маман қазіргі заманда деген кім, және де әркім пиар маман болып қала ма? Сұрақ негізі келісемін. Кейінгі кезде әсіресе пиарға үлкен сұраныс өсті ғой. Бизнесте де, саясатта да, жалпы кәдімгі кез келген нарративте пиар керек болып қалды. Сондықтан адамдардың барлығы қарапайым бір жыл SMM болып жұмыс істеген маман өзін мен маркетологпын, мен пиаршымын деп айта бастады. Әсіресе мысалы енді мемлекеттік бағдарлама аясында жастарға жол беру көп қарастырылған. Сондықтан ол жерде SMM мамандары ешкімді жаңағы құнсыздандырып жатқан жоқпын, бірақ өзін пиармын деп айтады. Сондықтан нағыз пиар маманы қандай болады, оның негізгі навыктары, скиллстары қандай болу керек, оған жаңағы талап жоғары болу керек деп ойлаймын. Қазір біздің қоғамда переходной дейді ғой, ауыспалы кезең, кішкене базалық практикасы барлар өзін пиармын деп айтады. Пиарға білім беретін кәдімгі Бостон университеті көп, мысалы нелер бар, ода оқымаса да, оның бар екенін білмесе де пиармын деп айтатындар көп. Агенттік ашады, бизнес ашады. Бірақ пиар ол нағыз пиарщик бар жерде оның бар екенін білінбеу керек дейді. Золотой правило. Негізі ше, сен пиар мамансың ба сол жерде, сенің бар екеніңді ешкім білмеу керек дейді. Міне идеальный жұмыс сол. Жоқ, жалпы айтқанда Қазақстан еңбек нарығында қазіргі таңда кәсіби деградация көрініп тұр. Және де ол пиар саласында ол көрініп тұр ма? Бар, мен енді оптимистік көзқараспен айтатын болсам, сұраныс бары қуантады. Кем деген кезде, әсіресе саясатта және жалпы бизнесте болсын, пиардың, коммуникатордың, коммуникациялық нарративтарды орната алатын адамдардың қажет екені көріне бастағанда қуаныштымын. Ал мамандардың жетіспеушілігі ол уақыттың еншісінде. Әрі кетсе бір 2 жылдан кейін өзін дамытып, қымбат чектар керек қой, дамып, жақсы сұранысқа ие болатын маман болуға ұмтылыс көбейеді деп ойлаймын. Әсіресе құрылтайдың жақсы кезеңі келе жатыр ғой, саяси белсенді кезең. Сол кезде нағыз коммуникаторлар мен саяси пиаршылардың уақыты келе жатыр. Қай партия жақсы алға шығады, ол өзінің жаңағы пиаршысының арқасында оның да жұмысы бар деген сөз. Сол кезде өзін нарықта көрсете алған пиаршыларға сұраныс артады. Ал олар рол модел болады. Сәйкесінше жастар менде солай болғым келеді деген ұмтылыс пайда болады. Мен кейбір кезде ежелден келген 45-ке 50 жасқа толған пиарщиктермен сөйлескен кезде олар былай деп айтады, қазіргі жас пиарщиктер олар әлсіз, дымды білмейді, жұмыс істеуді білмейді. Сіз бұндай сөздерді қалай бағалайсыз? Жалпы үлкендердің тарапынан болатын сын өте орынды. Және сынға адекватты реакция өте дұрыс, қажет деп ойлаймын. Пиаршы егер саған әлдеқайда тәжірибелі адам сын айтты ма, онда сен тоқтаңыз, мен не істейін? Сіз қалайтын жақсы планкаға сәйкес болу үшін мен өзімді қалай дамытайын деп сұра. Жоқ, сіздікі дұрыс емес, үлкендер жастарды мойындамайды деген стереотиптер ол дамитын адамның пікірі емес. Үлкен адам сынады ма, не деп нақты сынайды? Окей, мен осыны дұрыстайын, жақсы, сізге ұнайтындай жақсы деңгейге жету үшін мынаны дұрыстайын. Окей, кеттім. Болды, осындай боламын деп. Жалпы алғанда пиардан бұрын коммуникация біздің қазақ хандықтарында болған. Жыраулар, коммуникаторлар, нарративтарды, саяси тілмен айтатын болсақ, хандардың шешімдерін халыққа жеткізуші, және керісінше халықтың ойын, пікірлерін, поинттарын ханға жеткізуші, сол арқылы ортада жақсы көпірді қалыптастырушы. Болыстар кейін, билер не істейді? Әділ шешімді орнатады, заңдар түсіндіреді, ескі жол, қасқа жол, 7 жарғы бәрін түсіндіреді. Сәйкесінше коммуникацияны дұрыс орнатып отырады. Бұл біздің идентикамызда бар. Соған жүгін, сосын ал бүгінгі урбанизация, жаңа трансформациялық кезеңде, жаһандану кезеңінде осылардан мен нені ала аламын және даму үшін не істей аламын деп пиаршы ойланса, сол кезде ода әлдеқайда уникум дейді ғой, ерекше дүниелер пайда болар еді. Өкінішке қарай бар енді шаблонды жұмыстар. Пиаршыны жалдасаң, кем дегенде қазір мен мысалы заказчик болайын да, мысалы 5 пиаршыдан кастинг жасатын болсам, бірдей шаблон келеді. Canva-дағы кәдімгі презентациямен келген этаптар.
окей, ал жаңа не ұсынасың деген кезде де таңғалдыратын мамандар жоқ деп айта алмаймын, бар, бірақ аздау. Сәйкесінше бәсекелестік керек, даму керек. Қазіргі таңда мықты пиарщик болу үшін не керек? Мысал ретінде қазақшасыз болмайды. Бұл біз бұны түсінеміз. 15 жыл бұрын қазақшасыз көптеген пиарщиктер болды. Енді қазір ол болмайды. Қазақша білу керек, орысша да білу керек, және де мүмкін ағылшын тілінде білу керек. Бірақ тілде басқа не қажет? Коммуникация, еркін коммуникация, ашық коммуникация. Бродкастинг емес, яғни мен айттым болды, шешім шықты деген емес, диалог, кері байланыс. Жаңа біз тарихқа жүгіндім. Мен өзімді жаңағы пиаршымын, мықты маманмын деп ойлап жүргеніме 6 жылдай болды. 2019-да жаңағы сенат қабырғасында, кейін әртүрлі эксперттік клубтарда, бірақ 2021-де қателеспесем, Қазақстан халқына қоры құрылған кезде мен официальный представитель, ресми өкіл, пиаршы, пресс-сек болып жұмысқа тұрдым. Ең бірінші рет мен кем дегенде күніне өте көп, ондаған қаңтарда елімізді қорғаған адамдармен коммуникацияға, немесе өте ауыр дертке ұшыраған балалардың аналарымен телефонымда сөйлесіп отырған кезде мен түсіндім, мен пиар емес екенмін. Мен пиарды әлі дұрыс игермеген екенмін. Өйткені точечный дейді ғой, нақты деталь, жаңағы детальдарда үлкен іс тығылып жатады, детальдар арқылы шешу маңызды болды. Өйткені бір адам сені мойындаған кезде, бір адам сенің нақты ісіңнің жүзеге асқанын түсінген кезде яғни галочка бар. Яғни солай 100-ден 200 мыңдаған адаммен коммуникация басталды. Пиаршыға қазір өте қатты қажетті навык ол коммуникация. Коммуникация дегенді көпшілік жаңағы нетворкинг алаңындағы еркін жаңағы мәнсіз, мағынасыз, мақсатсыз сөйлесумен шатастырады. Коммуникация мақсат болады, нақты сол мақсатқа арналған дедлайн болады, және содан кейінгі мақсаттан кейінгі шешімдер, қадамдар болады. Сондай нақтылық керек пиаршыға. Және қазақ тілі, сіз өте дұрыс айттыңыз. Қазақ тілі тіл жанашыры болғандықтан емес, сен тұрып жатқан мемлекеттегі адамдардың басым көпшілігі, ал ол бізде басым көпшілігі қай тілде сөйлейді, сол тілде сен трансляция жасап үйрену керексің. Немесе қай тілде еркін сөйлейсің, сол тілде трансляция жасайсың, бірақ сенің охватың, аудиторияң кішкентай болып қалуы мүмкін. Неге сенің бизнесің немесе жаңағы қабілеттерің үлкен сұранысқа ие болсын десең, барлығын неге қолданып көрмеске? Қазақ тілді аудиторияға мынау техникалар қажет, орыс тілді аудиторияға мыналар керек, ағылшын тілді жаңағы кітаптарды, әдебиетті ағылшынша оқып, ағылшынша кино көріп жүргендердің ойлау уақытша сондай болады. Они начинают думать на английском. Орысша айтып жүрмін ғой. Соларға да қолданатын тәсілдер. Аудиторияны, көп сөйлеп кеттім, аудиторияны толықтай зерттеу, сосын сұранысқа сәйкес беру. Бұл кәдімгі диалог. Жоқ, тағы да менің ойымша сыни ойлау қажет осында. Себебі мықты пиар маман ең біріншіден мықты дебатер болу қажет. Себебі сіз әрқашанда басқалармен пікір таласасыз. Келісем. Мен енді мектепте нағыз білетін шығарсыз бұл қимылды. Дебат ойнаған адаммын. Негізі бұл қанда болғаннан кейін оны қажет қабілет деп айтпаппын, кешірім сұраймын, дебат керек. Өйткені көп жерде жаңағы поведение исполнителя деген бар. Көбіне жаңа тапсырыс беруші не айтады, соған окей, жақсы істеймін дей береді да. Жасайым деп, жай ғана орындаушы адамның әдетіне кіріп кетеді. Сен спорда өзіңнің мамандығыңның тұрғысынан сол ракурстан дұрыс дүниелерді, теорияны түсіндіріп берсең, мүмкін сенімен сөйлесіп отырған адам көп нәрсе білмейтін шығар. Түсіндір, көрсет, айтып бер, ашып бер. Сол кезде екі жақта да просвещение, түсінік, таным көкжиегі кеңейеді деген сияқты ғой. Және когнитивті психологияны зерттеу керек. Когнитив кем дегенде сіз 5 жылдан кейін нені қалайсыз, соны қазір жасай бастайды. Жақсы көретін менің фразам бар, эффект Кока-Колы дейді, мысалы. Жоқ, сыни ойлау туралы, мен туралы нақты айтып берсеңіз, мен 15-33 жасыма дейін пікірталаспен айналыстым. Сол себептен мен нақты кәсіби дебатер мен туралы деп айтуға болады. Сол себептен мен ойымша осы дебат деген нәрсе ол кез келген сәтте, кез келген салада саған көмектеседі. Себебі осы сыни ойлау және де өз уәждерін қолдау деген нәрсе өте аса мықты болады болашақта. Қазіргі таңда әлемде де, Қазақстанда да жасанды интеллект деген нәрсе қарқынды өсіп келеді. Енді сіздің ойыңызша кәсіби пиар жасанды интеллект
саясаттының құрбаны болып шықпай ма? Құрбаны деген сөзді орынсыз, ренжімеңіз. Себебі біз жасанды интеллекті жай ғана өзіміздің жұмыс процесіндегі құрал қылып қолдансақ, ешкім құрбан болмайды. Жасанды интеллектте, Құдайға шүкір, креатинг жоқ әзірге. Жоқ, мен қазір сізге айтамын. Мысал ретінде, Америкада ақш президентінің пресс хатшысы бар. Бірақ та қазіргі президент өте жиі Truth Social, Twitter арқылы өз ойларын ұсынады, жазады. Сол себептен мүмкін болашақта егер президенттің бір компанияның басшысының қолында осындай құрал болатын болса, мысал ретінде жасанды интеллектке жазасын. Осындай пресс-релизді, осындай видеоларды таратып осылай жаса, пиар мамандар оған керек болмауы мүмкін. Мүмкін, бірақ жасанды интеллекттің шаблондарына қарап, жаңа әлде қайда ерекше дүниені бәрібір адам жасайды. Оның оппоненті ананың бүкіл шаблонын көреді, окей, ол жасанды интеллект отыр, мен қазір жаңа шаблон жасап берем. Жасанды интеллект көшірем дегенше уақыт керек. Міне деп жасап беру мүмкін. Бәсекелестік адам баласында әрдайым бар. Біз енді кішкене футуристикаға, абстракцияға кетіп отырмыз ғой. Бірақ мысалы Александра Ортес деген бар, демократтарда. Акасия Кортес. Кешірім сұраймын. Ол қыз сол баяғы бұрын тұстан шыққан, және оның праймериздағы предвыборный бүкіл агитациясының бәрі, және қазір күн сайын отыратын жаңағы стримдары, оны жасанды интеллект жасай алмайды. Бірақ ол осы фидбэк моментінің арқасында ол әлемдегі ең ашық депутат жаңағы ретінде өзін қойып қойды планкаға, ол тарихқа кірді. Трамп біз жақсы көріп, мысалға өте жиі айта беретін адам, мысалы Твиттерде жазады. Твиттерде жаза береді. Макронның мысалы өзінің стайлы бар, консервативті, бірақ кейде аяқ астынан кетіп қалатын сияқты. Мен деп отырғаным арнайы жазылған сценарий, импровизация. Соның барлығы, мысалы жасанды интеллект оны жазапайды ғой. Бұл осы үш адамның кейсі біздің осы креатингтің әлі өмір сүріп жатқанының дәлелі. Және жасанды интеллекттің біздің өмірімізде болғаны өте жақсы. Біз оны дұрыс қолдана алсақ, игеріп алсақ, ол бізге күшті құрал болады. Бірақ біз игеретін бір нәрсе бар, адам әрдайым жасанды интеллект жасаған планкадан он есе артық ойлай алу керек. Ең бастысы соның деградацияның құлы болып кетпеу керек. Жасанды интеллект жасап берді, ой, болды, бәрі дайын деп отыра беруге болмайды. Біз одан қарап, енді не ойлап тапсақ екен деген. Жасанды интеллект біздің креатингтің дамуына құрал. Және пиаршы жұмыссыз қалмайды ешқашан. Себебі пиаршы ол ең бірінші коммуникатор. Және саясаттағы тенденциялар қалай болып жатыр, бизнестағы тенденциялар қалай болып жатыр, адамдармен жеке қарым-қатынас, дәл сол жасанды интеллект жасап берген разбор аналитиканы қарап дұрыс адами аналитиканы жасайтын да пиаршы, коммуникатор отырады да, окей, онда біз осыны ескерейік, мынандай кризис бар деген сияқты. Жоқ, мен қазір сізге айтамын, мысал ретінде қазіргі таңда шахматта көбінесе компьютерлер аса мықты, мысал ретінде 40 жыл бұрын сен адамсыз дамымайсың. Саған нақты оппонент, адами оймен ойнайтын адам керек. Ал қазіргі заманда сенде бірнеше мықты движоктар болса, бірнеше аса мықты компьютер болса, сен онымен ойнап өз деңгейіңді өсіресің, өсіре аласың. Сол себептен болашақта да олай болуы мүмкін. Егер сенің осындай цифрлық копияң болса, жасанды интеллект, сен оны үйретесің, менің басым қалай істейді деген сияқты. Және ол сен оған бір заданиені беріп, ол саған бірнеше нұсқаны беріп, сен таңдайсың, жасайсың. Сол себептен саған пиар маман керек болмау керек. Ол неге аса маңызды? Себебі қазір түлектер мектептен шығып жатыр. Олар өз профессияны таңдап жатыр. Олар мен қазір университетке барып, болашақта пиар маман болғым келіп отыр десе, ал болашақта ондай маман болмаса, не істейді олар? Түсіндім сізді. Негізі менің телеарнада жұмыс істеп жүргеніме 26 жыл болды. Жүргізуші, сценарист, продюсер, менеджер, департамент директоры әртүрлі статустарда көрдім. Неге? Себебі мен 15 жасымнан бастап сол жерде жүрмін, өмір сүріп жатырмын. Сәйкесінше мен пиарға оқыған жоқпын, мамандығым саясаткер, саясаттанушы. Мен бірақ пиармен айналысып, осы саяси коммуникациямен. Мен жұмыссыз қалған жоқпын ғой. 10 жыл бұрын телевидение өліп жатыр деді.
10 жыл бұрын ең қатты таралып кеткен, әсіресе Твиттерда көп жазатын, біз 2012-11-лерде стереотипті пікір болды, адамдар енді кітап оқымайды дейді. Бірақ бестселлерлер әлі сатылып жатыр. Әлі күнге дейін адам қолмен жазған, мүмкін жаңа тенденцияларға сәйкес тілін өзгерткен, сатылым тактикасын өзгерткен, обложкалары өзгерген шығар, сұранысқа сәйкес адамдардың жалпы майнинг мінезіне қарай, ал бірақ негізі ондай жоқ. Мен енді политологияда оқығаннан кейін көбіне тенденцияларды елге алып келу үшін ағылшын тілді материалдарға көп, шетелдік шығыстағы болсын, Сингапур, Малайзия, Кореядағы болсын, көп тенденцияларды қараймын, аналитика жасаймын да, бізге не алсақ болады, не ұрласақ болады. Ұрлау деген сөзді позитивті контекстте түсінуіңізді сұраймын. Және өте жиі байқайтыным, біз қорқатын дүние ол қорқыныш ретінде қалып жатыр. Өйткені апгрейдтелген, жаңартылған нұсқада бар. Пиаршы боламын деген адам жұмыссыз қалмайды, ол бірақ үнемі апгрейдта болу керек. Қазіргі таңда бәлкім әрбір 3 ай сайын. Менің ойымша, құрметті көрермендер, болашақта егер жас түлектер болса, мысал ретінде егер болашақта журналист немесе пиарщик болғыңыз келсе, дәл сол маманға университетке бармаңыздар. Басқа бір маманды алыңыздар. Бұл тіл болса, математика болса, маркетинг болса, экономика болса, құқық қорғау болса, ол болашақта сізге аса пайдалы болуы мүмкін. Ал егер болашақта журналист болам десеңіз, кез келген сәтте журналистика осы салаға келе аласыз. Бір айта кетсем бола ма, кешірім сұраймын. Өте көп жастар, менде аккаунт бар, оқырман бар, сол жерде жазады, қайда оқимын деп. Сізбен толық келісемін, және бізге қатты қажет дүние салалық журналистика. Мен журналистика оқыған жоқпын, бірақ маған экономиканы зерттеуге тура келді, медицинаны зерттеуге өзім жүріп зерттедім. Ал салалық журналистика деген нақты бір саланы дұрыс ақпараттандыруды үйрететін, оқытатын мамандық. Бізде енді маркетология оқытылмайды, саяси коммуникация, саяси журналистика, саясатты дұрыс трактация жасау оқытылмайды, легитимизация оқытылмайды, мүлдем ол терминді білмей шығады. Мен сынағаным емес ешқандай министрлікті, бірақ салалық журналистиканы күшейтсек, бізде пиаршы мүмкін керек те болмай қалуы мүмкін. Себебі салалық журналистиканы білетін маман автоматты түрде шамалы когнитивканы, шамалы методикаларды зерттеп MBA оқып алса, ол автоматты түрде жақсы маман болып шыға алады практикуммен бірге. Сондықтан салалық журналистика күшею керек қатты. Қолдаймын. Сол себептен егер сіз мықты экономист, мықты юрист, мықты саясаттанушы болсаңыз, болашақта сол салада журналист және пиарщик бола аласыз деп ойлаймын. Келісемін сізбен. Ал енді осы жазда келе жатқан тамызда жаңа тұрылған парламентке сайлау болайын деп жатыр, құрылтайға. Енді коммуникациялық жағынан осы сайлаудың не маңызы бар, және де сіздің ойыңызша пиар жағынан билік не істеу керек? Билік жай ғана реформа енгізді. Біздің Қазақстанның тарихында жаңа парақ ашылып жатыр. Бір палаталы парламент өте жиі байқайтыным дамыған экономикалық стабилизациясы бар, саяси сауаттылық деңгейі жақсы мемлекеттерде. Яғни бұның өзі бір палаталы парламент жүйесі сауатты мемлекетте бар деген сөз. Билік өзінің реформасын енгізді. Ал енді іске кірісетін партиялар. Партия, қазір бізде қателеспесем 8 партия бар. Жаңағы конституцияны қабылдау реформасындағы референдумда мен ақпараттық командада жұмыс істедім, жалпыұлттық коалицияда жұмыс істедім. Сол кезде байқағаным, партиялардың арасында өзара коммуникация жақсы орнаған, келісілген, коллаборация деген сөз бар ғой. Сондай синтезді түрде бір заң жобаларын жүзеге асырып, достық бар. Ал енді осы кезеңде шілде, тамыз айларында үлкен бәсекелестік басталады. Бір үлкен адами осы мемлекеттің тұрғыны ретіндегі қалау бәсекелестік жай ғана бәсекелестік болу үшін емес. Біздің мемлекеттегі саяси нормалардың, немесе қоғаммен байланыс жүйелерінің, қоғамның қажетті дүниелерін орындауға арналған, мынау партияда ол жоқ, бізде бар деген сияқты сондай сауатты бәсекелестік күтеміз. Әйтпесе жаңағы пиар үшін пиар дейді ғой, коммуникация үшін жаңағы тырнақшаның ішіндегі коммуникация орнамай-ақ қойса, кәдімгі нақты істер, нақты жақсы нүкте-нүктесіне дейін жеткізілген сайлауалды бағдарламалары, сосын олар жүзеге асыратын жол карталары көрінсе, ол супер болады. Ал пиаршының жұмысы
ашық диалог орната білу осы жерде ең қатты қажеттісі. 2021-2023 жылдарында парламенттік сайлау өтті. Пиар жағынан сол сайлаудан қазіргі сайлаудың айырмашылығы неде деп айтасыз? Әрине ол жерде ол кезде саяси жүйеде бір мандат, өз мандатын өзі ұсынған депутаттар болды. Көбіне өзінің жеке аккаунтында өте көп оқырманы барлар, жаңағы өз аудиториясын тартып дауыс беруге шақырды деген сияқтыға. Бұл жерде нақты саяси дода. Саяси партиялар арасындағы дода болады. Яғни саяси партия өзінің сайлауалды бағдарламасын көрсетеді, нақты саяси жұмыс болайын деп тұр. Яғни нақты жұмыстарын көрсетеді, осындай іс атқарайын деп жатырмыз, осындай электоратты, мынау жаңағы электораттың класын тарту үшін осындай жобалар, мына электоратты назарын аудару үшін осындай нақты істер, мына электоратқа арналған қараңыз, мынандай нақты қадамдар көрсетеді. Сол жерде спикерлер жақсы болу керек деп ойлаймын. Әр партиядан болатын спикер міндетті түрде супер жаңағы Рим империясының тарихындағы ораторлар болмаса да, нақты ашық диалогқа нарративтарды дұрыс түсіндіре алатын, легитимділікті жеткізе алатын спикерлер керек әр партиядан, және халықпен ауылды аралайтын кәдімгі қоғамдық штабтар керек. Болады деп ойлаймын онсыз да. Енді сіздің ойынша, әлбетте қазіргі сайлау олар тізім арқылы өтеді. Енді партиялық тізімдерде кім көбірек болу керек? Көбінесе айел көп болу керек па, жастар көп болу керек па, ауылдан келген азаматтар көп болу керек па? Кім көп болу керек? Баланс керек. Баланс керек. Себебі партияның тізімінде міндетті түрде заңгер болу керек. Өйткені нормотворчество оңай шаруа емес. Нормотворчествоны түсінетін адам көп емес, мысалы. Қазақша білім бар. Нормотворчествоны қазақшалайтын заман бізде басталды. Үндила Шапақ, көп заңгерлер қазақшалап жазып жатыр. Аударып емес, жазып. Заңгерлер керек міндетті түрде, адам құқығымен тікелей диалогта жұмыс істейтін адамдар керек. Ол коммуникаторлар. Өйткені заң бар, және оны адаптивті тілде түсіндіретін адамдар бар. Яғни мүмкін сол журналистер, мүмкін тәжірибелі. Енді парламентте журналистер көп қой, қазір байқап жүрген шығармыз. Және әйелдер міндетті түрде болу керек. Себебі отбасы институты деген тақырыпта әйелдер сияқты мықты мамандар, практиктар аз шығар. Және жастар міндетті түрде. Өйткені жастар бізде өте қатты көп алдыңғы буын 40-50 60-тағы, мен өзім 40-тан, мысалы, мен білмейтін дүниелерді жастар біледі. Және сәйкесінше жастарда болу керек. Әйелдерге және жастарға арналған квоталарды сіз қолдайсыз ба? Себебі мен оны қолдамаймын. Себебі менің ойымша квоталар қажет емес. Егер электорат әйелдерді қолдаса, ол әйелі бар тізімді қолдайды. Ал егер болмаса, енді қалай ойлайсыз? Бұл тұрғыда сізбен келісемін. Квота жалпы саяси әлемде, үлкен бәсекелестіктің әлемінде, нақты істердің әлемінде квотаның болуының өзі кішкене парадокс. Себебі квота автоматты түрде скидка. Кешірім сұраймын, квотамен депутаттыққа өткен адамдардан кешірім сұраймын, әдейі ешкімді қорлағым келіп тұрған жоқ. Бірақ квотамен келген адамдардың өзінде де үлкен істе нақтылық бар екенін көріп жүрмін, көзім жетіп жүр. Қайдадан парадокс. Квота бәлкім әйелдердің біздің жалпы саясатта белсенді емес екенін, және өзіне жаңағы стеклянный потолок дейді ғой, сол қорыққаннан, сол стереотипті пікірлерден бәлкім бармауын жою үшін болған шығар квота. Көрін, қараңыз, мен өз күнәмді мойындаймын. Мен кейбір кезде әйел депутаттармен сөйлескен кезде мен оларға айтам. Түсінікті, сіз осы парламентке квота арқылы кірдіңіз, сол себептен сіз осында жұмыс жасайсыз. Ал квотасыз кіре аласыз ба деген сұрақты қоям. Бұл сәл мазақ қылу сөзсіз. Бірақ та менің ойымша келесі сайлауда осы квотаны алып тастау керек деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз? Сіз бұны айттыңыз ба, жеткіздіңіз ба? Кімге? Тиісті органдарға. Мен әлбетте өз каналымда бірнеше рет жаздым осыны. Себебі бізге қазір квота қажет емес. Мысал ретінде Америкада 100% депутаттар округ арқылы кіреді парламентке. Және де сол жерде әйелдер де жеткілікті. Себебі әйелдер мұны түсініп, ешқандай квота жоқ деп қатты күреске кіріп, олар
жене алады. Ал бізде бұндай нәрсе жоқ, біз былай деп айтамыз. Әйелдер әлсіз, оларды қолдау үшін біз квотаны енгізуіміз керек. Мен ойымша ол аса мықты сигнал емес. Енді квотаның келу себебін енді политтехнолог ретінде қазіргі біздің қоғамда түсінемін. Және 100% квотадан бас тартатын деңгейдегі жастардың, әйелдердің тарапынан инициативті бәсекелестік әлі супер деңгейде емес деп ойлаймын. Сондықтан бәлкім квота керек шығар. Себебі әйелдер тарапында бізде әлі стереотип бар. Әйел саясатта не істеп жүр, әйел көп нәрсені жеткізе алмайды деген сияқты стереотиптер бар. Және жастардың потенциалы өте жоғары, бірақ практикум деңгейі жаңағы 30-40 жылдық практикасы бармен салыстырғанда тең емес, баланс жоқ деген стереотипті пікірлер бар. Осы стереотиптерді ескере отырып, бәлкім жастар мен әйелдердің көбірек инициативті болу үшін квота бар шығар. Жастар керек неге? Өйткені өте көп тәжірибелі адамда жаңа көзқарас мүмкін, фонда қалып қою мүмкін. Сол үшін керек. Сондықтан жастарға өзін самореализация дейді ғой, дәлелдеу үшін бәлкім квота керек шығар. Өзіңіз депутат болғыңыз келіп отыр ма? Болмайды. Мен сенатта жұмыс істедім. Парламенттің жұмысымен жақсы таныспын. Мен политологпын, мен журналистикада, медиада, жалпы менде идеологиялық ықпал ету деген және софт тәсілдер арқылы көп дүниелердің жүзеге асуына жабық топтарда жұмыс істеп жүрмін. Депутаттық әзір білмеймін қаншалықты орынды айтып отырғаным, бірақ маған қызық емес. Біз білеміз, қазіргі мәжілісте біз бүкіл депутаттарды құрметтейміз сөзсіз. Бірақ та осы мәжілісте Нартай Аралбайұлы, Мақсат Толықбай, Ринат Заитов сияқты тұлғалар бар, және де сіз олардан кем емес. Сол себептен осы сұрақты қойдым, сіз депутат болғыңыз келіп отыр ма? Нартай әріптесімізбен қанша бірге жұмыс істедік. Нартай дәл сол лудоманияға қарсы заң жобасының инициаторларының арасында жабық топта өте белсенді жұмыс істеді, және авторлығымен және нақты жұмысымен көп заң жобалары қабылданды. Бұл жерде енді депутат болу бір үлкен бір жетістік емес қой. Бұл белгілі бір тұлғаның осы тәсіл арқылы, осы жердегі механизмдер арқылы бір нақты мақсатқа жетуге ұмтылысы. Ал менің таңдап отырған механизмдерім басқа. Сондықтан әзір емес. Түсінікті. Енді елде саяси класс бар. Осы саяси кластың ішінде 3 аса маңызды топтар бар. Олардың ішінде әкімдер, министрлер және депутаттар. Әр топтың ішінде пиар жағынан ең мықты саясаткерлер кім сіздің ойыңызша? Пиар жағынан ең мықты әкім. Провокация. Негізі барлығымен жақсы араласамыз. Барлығын мойындаймыз, және әркімнің жұмыс деңгейіне баға бар. Мен бастасам бола ма? Ол провокация болмайды, Мен ойымша біздің мысал ретінде министрлердің арасында пиар жағынан аса мықты Саясат Нұрбек. Мысал ретінде оның командасы бар, оны қолдайтын. Ол өте ақылды адам, мен ойымша. Өз жұмысын біледі, ол қазақ тілін, ағылшын тілін, орысша да еркін сөйлеп жүретін адам. Сол себептен ол пиар жағынан мықты. Екінші жағынан мен бір министрді өткен аптада көрдім. Ол Porsche Panamera'da отырып қалада жүреді. Мен оны көрсем, батқалар да көреді. Және де ол, мен ойымша, пиар жағынан аса жақсы болып көрінбейді, Сол себептен үкіметте... Ол қай министр? Айта алмаймын. Ол маған арыз жазса не болады екен деп қорқып отырмын. Және де министрлердің арасында пиар жағынан кім ең мықтысы? Парламентте, мен ойымша, мысал ретінде Асхат Аймағамбетов. Ол мықты видеоларды, мықты комментарийлерді беріп отырады. Енді сіздің пікіріңіз қандай? Асхат Қанатұлы өте жақсы, кері байланысқа өте жақсы. Бағдат Мусинда да үлкен жақсы, ешқандай тежеусіз, өзінің консервативті әрине, бірақ дегенмен кері байланысы бар. Бұл жерде әркімнің өзінің таңдау тәсілдері ғой. Біреуді өте жақсы, біреуді нашар деп айта алмаймыз. Бірақ мысалы 2011-де Қасым-Жомарт Кемелұлында Twitter болды, 2019-да сәуір айында Instagram ашты.
өзінің жаңағы президент ретінде ісіне кірісіп жатқан кезде де айтты, мен Твиттерде бармын, әрі қарай енді барлық платформалар арқылы байланысқа шығып отырамын деп. Негізі оған дейін де Инстаграм, Фейсбукта аккаунты барлар бар еді, содан кейін жақсы тенденция кеңейді, масштабы көбейді. Бәрі әлеуметтік желі арқылы байланысқа шыға бастады, кері байланыс жақсы орнады. Мысалы Ерлан Тынымбаевич, немесе кім, Мәулен Сағатханұлы да енді барлығында жақсы деңгейде бар. Енді мүмкін тым қатты жұмыс көп болғанда кейде пауза болып қалады кейбіреулерінде. Кейбіреулері автоматты түрде команда жалдап, өйткені оның мамандығында, оның бағытында, Саясат Нұрбековичтің бағытында керек. Өйткені ода тікелей университеттермен және оның әр студент, әрбір отбасы оның жаңағы құзырындағы адам университетке түсу керек, Қазақстандағы университетті таңдау керек. Кардиф университеті мысалы, Қазақстанда бірінші кампусын ашты, басқа ешқандай шетелде жоқ. Оны қазақтар білу керек, бәрі білу керек, барып оқу керек. Сол үшін оған қатты керек. Асхат Қанатұлында мысалы орта білім. Оның да мұғалімдер жаңа реформаны біліп отыру керек. Сондықтан олардың бірінші қадамы пиар болды. Негізі керек. Және бұл жерде пиардан да бұрын, пиар командасы болмаса да, бұл айтып отырған екі кейс, өте өздері пиаршы ретінде автоматты түрде іске кірісіп кетті. Пиар қадам емес, олар кері байланысқа. Негізі мемлекеттік қызметшінің міндеті кері байланыс қой. Жоқ, егер саяси деңгейде жұмыс жасап жүрген тұлға аптада 5 рет аса мықты жасалған рилсті салса, мен ойымша ол нақты саяси пиар. Келсем. Және ол андай жағы тренд болып кетті ғой, әзілмен мобилогр Факимата дегенше. Ондай емес, музыкамен емес, отырып, сөйлеп, стрим жасап берсе, барлық сұрақтарға жауап беретін аптасына бір күн қоғамдық қабылдау диджитал форматта өткізіп тұрса, сұрақтарға жауап беріп тұрса, және посттарда міне осындай реформа жасап жатырмыз деп айтып беріп тұрса, академиялық тілде емес, еркін түсінікті тілде. Енді сіз бүйте аласыз, сөйте аласыз деп тұрса, менің ойымша саяси сауаттылық деңгейі яғни өседі. Автоматты түрде экономикалық сауаттылық өседі, жаңағы қаржылай сауатсыздық деңгейі төмендейді, кредиттер азаяды деген сияқты ғой енді. Ол кері байланыс фидбек лум өте жақсы болса, бізде жалпы халықтың социумның жағдайы жақсара бастайды. Мен қаштым сұрағымды. Қараңыз, мен не үшін осы сұрақты қойып отырмын? Себебі көбінесе мен саясаткерлермен сөйлескен кезде олар былай деп айтады: маған қарсы ақпараттық шабуыл жасалып жатыр дейді олар. Және де ол неге былай болып жатыр? Сіздің ойыңызша мұнымен не істеу керек? Көбінесе қазақ тілді министрлер, әкімдер, депутаттар былай деп айтады. Себебі орыс тілінде оларға қарсы ешқандай шабуыл жасалмайды. Егер жасалса, олар шығып былай деп айтады: мен қазақша білемін, сол себептен ауыздарыңды жабыңдар деп айтады. Қазақ тілді алаңда ақпараттық шабуылдар жиі болып жатыр ма? Менің ойымша тең деңгейде. Негізі мен мемлекеттік басқару академиясында арасында коммуникация, саяси коммуникация туралы сабақ беріп тұрам. Ең көп болатын жаңағы запрос, және көп жағдайда 1 сағатым менің журналистердің атынан барлығын түсіндіруге кетеді. А корпусының адамдарында сіз айтып отырған дүниені өте жиі естимін. Ақпараттық шабуыл болады, егер сіз түсінікті болмасаңыз. Тағы да қайталап айтатын орны болып тұр. Мемлекеттік қызметші, мемлекетке қызмет етуші. Қызмет ету түсіндіруден басталады. Олай болмайтын болса, дәл сол баяғы қайтадан тарихқа келетін болсақ, саясат, билік пайда болған кезде кері байланыс пайда болды. Әйтпесе дәл сол ежелгі Римдегі жаңағы ораторлар, кері бәрін түсіндіретіндер пайда болмайтын еді ғой. Кейінгі мысалы орта ғасырға келетін болсақ, дәл сол телевидение, радио пайда болды, мысалы батыста, және сол арқылы Рузвельттердің өзінің радиосы болды, мысалы. Дәл сол сияқты кім білмеймін, енді барлығын айта беретін болсақ, кері байланысқа көшті. Не үшін? Барлығын түсіну үшін. Сен шешім қабылдадың, бродкастинг болды әрине ол кездерде, бірақ қазір диалог орнады. Қазір заман сәл басқа, адамдар басқаша. Адамдар демократиялық мінезге, әдетке көшті. Сен ұсыныс жаса, тыңда, жақсы мен ескеремін, істеймін. Сол кезде ақпараттық шабуыл жасайтын себеп те қалмайды. Саясаткерлер кінәлі, немесе журналистер кінәлі деп айта алмаймын. Әркім өзінің жұмысын атқарып жатыр. Журналистке де оқылатын кликбейтті тақырыптар керек. Және сол үшін кейде керек емес, маңызды емес сұрақтар көтеріледі, аяқ киімі деген сияқты. Саясаткерлерде ол жерде нақты ақпарат керек.
тоқтай тұраңыз, нақты халыққа керек ақпаратқа көшейік, сосын барып қосымша сұрақтарды қоясыз деген форматқа көшу керек. Ашықтық қазір қатты керек барлығына. Сондықтан келе жатқан осы саяси науқанда да, жалпы біздің елімізде болып жатқан көп саяси реформалардың фонында да ең бірінші дамитын навык, қабілет ол коммуникация, ашық коммуникация. Пиардан да бұрын коммуникация. Және мен былай деп ойлаймын, мықты пиарщик ол сөзіңізді әлеуметтік желіде тарататын адам ғана емес, ол сізге стратегияны құратын, жасайтын адам болу керек. Келісемін, пиар деген ол сіздің түсіңіз, брендинг дейді ғой, сіздің киіміңіз, міндетті түрде жаңағы ол киім дегенде сенің образыңа сәйкес киімдер, сосын әр жерде өзіңді көп қой, мысалы Еуропада дүкенде очередьте тұрып сауда жасайтын саясаткерлер, әкімдер. Мен бір қысқаша мысалды берейін. Жаңа білім беру министрі Жұлдыз Сүлейменова осы пиар жағынан аса мықты болып шықты. Ол қазір өз образымен қатты жұмысты жасап жатыр, ол көрініп тұр. Сізге позитивті ықпал етті ма? Жоқ, мен жалпы айтқанда оны жеке танимын, сол себептен. Әлбетте, мен ойымша оның образы жаңа деңгейге шықты деп айтуға болады. Жаңа деңгейге шыққанда сіз оған көзқарасыңыз жаңарды ма? Оны нақты айта алмаймын. Сіз бұрыннан танисыз ғой оны, сосын ғой. Неге бұл сұрақты қойып отырмын? Өйткені пиарда жаңа толық образ жаңарады ғой, және ол туралы трансляция басталады ғой. Сол кезде адамдардың уровень доверия дейді ғой, сенімі арта бастайды. Неге жаңағы мен әкімдер, еуропалық, біздің қазақтікілер де өте көп жаңағы базарда, банк, кассада көремін, мысалы. Соны хайп үшін емес, бұл терминді жақсы көрмеймін, бірақ негізі арасында имидждік тұрғыда маған сенуге болады деген контекстте. Мен сіздердің араларыңыздамын, мен сіздермен біргемін деген контекстті трансляция жасау үшін кейде артық етпейді. Көбіне бізде қоғамда қазір оны сала бастаған кезде қақиған костюммен бүйтіп, кассада бүйтіп пакетке салып тұрған образ болса, онда міндетті түрде автоматты түрде ой мынаған имидж керек болып жатыр, мынау сайлауға сүйеніп жатыр деп ойлап қалады. Олай емес, сен кәдімгідей күнделікті өміріңді жай ғана арасында әке ретінде, папа, отбасының жаңағы ошағын күзетіп отырған адам ретінде, ана ретінде. Бірінші сен адамсың, осы мемлекетте тұрып жатқан және өзің қабылдаған заңдар бойынша өмір сүріп жатқан. Екінші, сен саясаткерсің, жұрттың барлығын тыңдайтын және оны жүзеге асыра бастайтын. Қателер болса мойындайтын, қорықпай. Осындай тұстан біз сәл пауза болып тұр, бірақ уәде беремін, 2 айда жүзеге асырамыз деп бер уәде, 2 айдан кейін дедлайн, мен уәдемді орындадым деп шық, онда автоматты түрде ашық, түсінікті адамға шығарсың. Ешкім саған шабуыл жасай алмайды. Жасаса да ол мардымсыз болып қалады. Өйткені нақты өзінің жүйесімен, стерженьдерімен жұмыс істеп жүрген адамға ешкім шабуыл жасамайды. Әлсізге шабуыл жасайды, манипуляция. Енді қазіргі заманда ең бір әлеуметтік желіде бақта болса, бірінші орында хайп деген нәрсе. Осы ғылыми болса, аса маңызды медициналық тақырыптарды біз енді қозғамаймыз. Енді не үшін хайппен не істеуіміз керек? Қолдану керек инструмент қылып. Біздің Орта Азияда әлеуметтік желіні өте көп қолданатын адамдардың саны бойынша біз алдыңғы қатардамыз. Орта Азияда TikTok бар жалғыз мемлекетпіз. Қателеспесем 14 миллион адам Инстаграмда, 12 миллион Фейсбукта, 10 миллион TikTokта. Қателеспесем. Демек, әлеуметтік желі, өкінішке орай енді сондай коммерциялық журналистиканы 15 жыл бұрын сынайтын адамдар қазір осының құлы болып кетті. Құлы деген сөзді дұрыс контекстте. Демек, бізге хукап дейді ғой, сондай тәсілді қолдану керек. Медициналық дұрыс контент жаса. Бірақ басына не болды, басың ауырып шаршап кеттің бе деген сияқты хукап жасай сал. Хайптың әлдеқайда позитивті нұсқасын қолдана баста. Саяси контент жаса, ақпараттандырушы, түсіндіруші, ағартушылық контент жаса, жәймендеп әдебиетті таныт деген сияқты бағыттар бойынша онда соны қолдан. Дұрыс диджитал маркетинг жасалған кезде кез келген нәрсе тез тарайды. Бізде әлеуметтік желіде отыратын адамдардың саны дәстүрлі СМИ-дан гөрі әлдеқайда көп, сондықтан қолдану керек. Хайппен күрес тек қана интеллигенция. Интеллигентті болу, интеллектіні дамытуға ұмтылыс, академиялық білім базасын қалыптастыруға ұмтылыс, хайпты өлтіретін жалғыз стратегиялық жоспар. Енді мен қазір андай бір ұзақ
ұзақ өмірге арналған жоспарды айтып отырмын ғой, бірақ күн сайынғы біздің әдетіміз бар ғой, өмірлік позициямызда. Кем дегенде 5 адам отырсын, хайпты талқылап бастады ма, сен оны талқыламай қой. Және әлдеқайда жақсы маңызды тақырып көтер. Бұл кәдімгі біздің күнделікті отбасымыз, достарымыздың арасындағы қолданыс. Өйткені әр адамнан үлкен мемлекеттік индустрия, жаңағы институционалды тірлік жүйе құрылады. Онда біз екеуміз отырған кезде хайпты айтпай қойық, жай ғана игнор. Ол кезде жәймендеп, бұл біздің әркімнің инициативасынан басталады. Және саяси элита, академиялық элитадан альтернатива ұсынылсын. Альтернатива деген не? Дұрыс әдебиет, дұрыс материалдар, дұрыс ғылыми жағы документалды фильмдер, бағыттар. Әлеуметтік желіде мысалы дәл сол тарихи контентті, мысалы Али Ашим деген құрбым бар, хайпқа айналдырған қыз бар. Рол моделдер құрастырып жатырған мысалы, немесе спортты, жаңағы өте көп блогерлерді жаңағы анализ жасап отырамын. Ешкім хайпсыз да дұрыс танымды ақпаратпен өсіп атқан, сұраныс артып атқандар көп. Али Ашим деген ол хейтке ұшыраған, ол абай туралы бірдеңе айтты, сол себептен хейтке ұшыраған қыз. Мен сол сәтте нақты өз позициямды ұсынайын. Мен сол сәтте оған қарсы жасалған хейтті қолдамаймын. Кез келген сәтте біздің қыздарымыз бұндай сөзді егер ер адам айтатын болса, бұндай хейт болмас еді деп ойлаймын. Себебі осында оның ішінде тек қана абай үшін біз енді осындай сөзді айтамыз деген сияқты сөз емес, оның ішінде мизогиния да бар. Солай емес пе? Егер бір мықты осындай қазақи ер адам абай туралы бұндай сөзді айтса, бұндай хейт болмас еді. Бұл енді риторика. Бірақ бұл жерде бір ғана жағдайды айтқым келеді. Сол хейтқа, кез келген хейттің масштабы өте ауқымды. Оның бэкграундында Алияның жасалған өте көп жақсы мысалы документальный кинолары бар, фильмдері бар, жарияланған әртүрлі тақырыпта үлкен ресерчингпен бүкіл Қазақстан айналасын жақын шетелді аралаған фильмдер бар. Олар хайповать етіп жатқан жоқ. Неге хейт? Хейтті өлтіретін тек қана жаңағы танымды ақпарат көбірек. Қолдаушылар көбірек біз. Айкерім, қараңыз, менің ойымша контент жасайтындар тұлғалар, оларда сөз бостандығы болу қажет. Егер олар эпатировать етсе, егер олар кейбір кезде аса өткір сөзді айтса, егер кейбір кезде даулы сөзді айтса, оларды сол үшін осындай хейт қылуға болмайды деп ойлаймын. Егер біз осылай бірдеңе жаман сөзді десең, біз сені жоқ қыламыз. Бұлай істейтін болсақ, менің ойымша болашақ болмайды. Сөз бостандығы болу қажет. Егер сіз мысалы қазір телефонда бір даулы сөзді естіп қалсаңыз, асықпаңыз. Кішкене отырып, ойлауыңыз керек, аналитиканы жасап, жарайды, айтты. Бірақ мен оны құрметтеймін деген сөз, оның сөз бостандығын құрметтеймін. Енді біздің қазақтар өте тез, былай деп айтады, ренжиді. Бізді осы ренжітетін сөздер, неге біз енді ашуланып айғайлаймыз. Бұндай нәрсеге жол бермеуіміз керек. Cancel culturing. Cancel culturing өте жаман нәрсе. 21 ғасырдағы тарихқа еніп атқан кәдімгі тенденция. Бізде әлеуметтік желінің кері жағы ғой деп ойлаймын. Біреу жоқ дұрыс емес деп жатса, оның суть дейді ғой, мәніне зерттемейді да, оқымайды да, қарамайды да, жай ғана қолдай салады. Ой, мұнанікі дұрыс емес деп, мән мағынасын білмейді, кенселға кете береді. Және бұл енді психологиялық тұрғыдан бұзақ адам өзінің ішіндегі жеткізе алмаған, өзінің мұң-зары, ренішін сондай біреуге протест арқылы көрсететін әдет қалыптасып кетті. Әлеуметтік желіде бір кнопка кап болды. Және бұл әдет болып кетті сондай. Бұл жерде енді біз жағдай айтамын, білімділікті тенденцияға айналдыру керек, біз масштабын кеңейту керекпіз. Сіз бәрі рахмет деп сізді грустеп жүрмін. Рахмет Айгерім ханым, құрметті достар, аса маңызды әңгіме болып шықты. Сол себептен сау саламат болыңыздар.